табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұңайдар тілі жоқ. Дәл осы сөздер сіздерге қандай ой салды, құрметті көрермен? Меніңше, 21 ғасыр технологиялар заманы адамзаттың өмірін барынша рахатқа бөлеп жатса да, табиғатқа кері әсерін тигізіп жатқаны ешкімге жасырын емес. Осы орайда дүниежүзінің әрбір елдері өз алдына осындай мақсат қойды. Табиғаттың бастапқы қалпында, таза қалпында сақтап қалу. Егер әлемді жандандырғың келсе, ең алдымен өзіңнен баста дейді. Барша адамзатқа топырақ шашпастан бұрын ең алдымен өзімізден қарапайым әрекеттен бастайық. Мысалы, су мәселесіне келейік. Біз суды өте көп мөлшерде қолданамыз. Күнделікті өмірімізге көз жүгіртейік. Қарапайым таңертеңгілік тыс ысу. Таңертең тыс тазалаған кезде көптеген адамдар кранды ашып қояды. Дәл сол сәтте біз байқамаспыз, бірақ дәл сол сәтте 10 литр су босқа ағып кетеді. Ал енді пластик мәселесі. Пластик қазіргі таңда адамзаттың өмірінде мықтап орын алған нәрселердің қатарына жатады. Бір рет қолдануға арналған ыдыстар, пакеттер, бөтелкелер, тамақ салуға арналған түрлі контейнерлер және де пластиктен жасалған әртүрлі заттарға жанымыз құмар. Әсіресе демалыс орындарына шыққан кезде осыны бір рет қолданып лақтырып тастағанға өте қолайлы нәрсе. Бірақ табиғатқа келтіріп жатқан залалы қаншама. Егер де біз ойланып, өзіміз қоқысты артымыздан жинап кететін болсақ, экологияның тазалығына тамшыдай болсын үлесін тигізетіні анық. Әрбір адам жылына табиғатқа 25 килограммға дейін пластик тастайды екен. Осыған орай Назарбаева Әлия Нұрсұлтанқызы экологиялық жоба ұйымдастырған болатын. Климат көдбасшысы атты керемет жоба ұйымдастырған болатын. Бұл жоба мектеп оқушыларына таптырмайтын жоба болып саналады. Себебі оқушыларға отанды сүюге, табиғатты таза сақтауға, табиғатты бастапқы қалпына келтіруге көптеген мүмкіндіктер береді. Ойланып көрдік пе біз? Табиғат беріп жатқан нәрселерді біз өте көп пайдаланамыз. Межеден асып кетіп жататын кездеріміз болады. Ал сол табиғат беріп жатқан нәрсе бізге сарқылмайтын қазынадай болып көрінетін сияқты. Жағдай қиын, мәселе күрделі дегенмен жақсы сөз жарым ырыс емес пе? Оны қоғамдық орындар атқарсын, неге біз істеуіміз керек, басқа да адамдар бар ғой деген негативтен арылыңыз. Дәл қазірден бастап, дәл бүгіннен бастап атсалысыңыздар. Пластиктен бас тартыңыз, суды мөлшерімен ағызыңыз, тіпті электр энергиясын да үнемдеңіз. Жолыңызда кездескен қоқыстарды көтеріп жәшікке тастауға тырысыңыз. Көптеген адамдарды байқап жатамын, қоқысты көрген кезде көтермей аттап кетеді. Неге деген сауал қоя қалсам болды, оны мен тастаған жоқпын ғой, тастаған адам өзі көтерсін деген пікірге келеді. Ол дұрыс емес. Сондықтан да әлемді құтқару үшін дәл бүгіннен әрқайсымыз тамшыдай болсын үлесімізді қосайық. Сіз өзгерсеңіз, әлем өзгереді. Сіз өзгерсеңіз, болашақ ұрпақ өзгереді. Сондықтан әлемді бірге құтқарайық. Назарларыңызға рахмет.